Құрметті зиялы қауым, атаңызға айналған қазақтың қанапасы атанған Қанипа Омарғалиқызы тірі жүрсе 75-ке толар еді. Қолыңнан келсе кеудеңе шырақ жақ деп Ахмет Яссауи айтқандай, ұлылықтың шамын жағып, ана тілім Абай Мұхтар деп 45 жыл ғұмырын ұстаздыққа арнаған қазақтың қанапасы жары дүниемен қоштасқанда, сол кездегі ел басқарған зиялы қауым келіп, Қанипа Омарғалиқызы тек Бітібаевтар әулетінің ғана қанапасы емес, бүкіл қазақ халқының, елінің, ұстаздардың қанапасы, ұлылықтың төрінде тұрған қанапамызды жерлеу халқының және ел басқарып отырған азаматтардың ұстаз алдындағы парызы деп, елі еңіреп жер қойны табыс етсе, жер бауырына қимай, табиғатта ақ жаңбырын жауып, жылап тұрғаны куәсі болдық. Ел ағаларына сол кезде облыс әкімінің қызметін атқарған Бердібек Мәшбекұлы Сапарбаев мырзаға, Өскемен қаласының әкімі Жақсығұл Омарға шын жүректен айтар алғысымыз шексіз. Қанапа өткеннен кейін 5 жыл ішінде қаншама жұмыстар атқарылып, жаңа бастамаларға игі істерге мұрындық бола берген облыстық білім басқармасының басшысы Жұмаділова Сайрангүл Ахметкәрімқызына, ұлттық ЮНЕСКО клубтары федерациясының вице-президенті Ғани Бектайұлына, философия ғылымдарының докторы Фәузия Шамшиевнаға, Егемен Қазақстан газетінің редакторы Сүлеймен Мәметке, республикалық облыстық дарын орталықтарының басшыларына, рухани досы бола білген Светлана Ферқоға, музейдің ашылуына мұрындық болған Асқар Нұрғазиевке, өзі құрметтейтін шәкірті Түсіпбек Түсіпханға, Тарбағатай Жетаралдың ел ағалары мен ұстаздарына, өзі еңбек еткен Жамбыл гимназиясының директорлері мен ардақты, аяулы, нұрлы ұстаздарына, Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры Мұхтар Әділбекұлы Төрегенге, Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің директоры Фархат Сақанұлына, Шығыс өңірлік орталығының директоры Мұңлық Искакинаға, қарағандылық жүректері бірге соққан Күлеш Ғазиза апаларымызға, Азат Жоланқызына Бітібаевтар әулетінің атынан рахмет айтамыз. Бұл ұстаздың республикалық олимпиадасында арнайы жазылған Бақытжан Раисова мен Досжан Ержанұлының шығарған әнұраны шырқалса, Қанапаның 75 жылдығына әдейі арнайы жазылған сазгер Досжан Ержанұлының, қарағандылық қазақ тілі пәнінің мұғалімі Жапарқұлова Айнұрдың сарқылмайтын сағынышым Қанапам әнінің тұсауы кесіліп, Ұлан ауданы балалар музыка мектебінің ұстаздары Айжат пен Досжанның орындауында тыңдарман көңілінен шыға білді. Көзінің тірісінде Абай Мұхтар ана тілім деп 45 жылын 45 минутқа жалғастырып, шәкіртінің санасына жеткізіп, білім мен тәрбиені егіздей өргізіп, аянбай еңбек етіп, тер төккен ұстаздықтың падишасы, дәуірдің дана ұстазы, елінің мақтанышы, аты аңызға айналған Қанипа Омарғалиқызы Бітібаеваның атына Өскемен қаласынан мектеп пен көше атын берсе, нұр үстіне нұр болар еді. Барлық туыстарының, бауырларының, немере шөберлерінің, ұстаздар династиясы Бітібаевтар әулетінің атынан рахмет айтып басымызды иеміз.